Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айнұр. Қазақтың ұлттық сусыны жүгері көже дайындайтын боламыз. Әркім әртүрлі әдіспен дайындайды. Сондықтан мен өзімнің әдісіммен сіздермен бөлісетін боламын. Видео басталмас бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен су, жүгері, ұн керек болады. Жүгерімізді екіге бөліп, блендерде езіп аламыз. Енді оны араластыра отырып, сыртындағы қоқыстарын алып тастаймыз. Үйлеріңізде блендер жоқ болса, қарапайым матамызға жүгеріңіз түйіп, ауыр затпен ұрсаңыз осылайша болып шығады. Енді оны ыдысымызға салып, үстіне суды құямыз. Салқын су болу керек. Енді жуып аламыз. Бетіне қоқыстар шығады. Оны бөлек ыдысымызға төгіп тастаймыз. Енді екінші рет тағы да жуып аламыз. Осылайша жуып, тазартып аламыз. Қоқыстары бетіне қалқып шығады. Енді оны төгіп тастаймыз. Содан соң газда тұрған салқын суымыздың үстіне жүгерімізді саламыз. Ал енді екінші рет тағы да екінші бөлігінде дәл осылай жуып қазанымызға саламыз. Суымыз қайнап болған соң бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Міндетті түрде алып тастаңыздар оны. Қайнап болған соң жүгеріміз жарылады. Шамамен 20 минуттай қайнады. Содан соң үстіне тұзымызды саламыз. Және ыдысымызға ұнымызды салып, жаймен су құя отырып араластырамыз. Комоктар қалмау керек, ұндарымыз езіліп кету керек. Қайнап тұрған жүгеріміздің үстіне құямыз, араластырамыз және қақпағын жауып 40 минут қайнатып аламыз. Бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Газдан түсіріп, қақпағын жауып, 2 күнге ашытып қоямыз. Екі күннен соң айранымызды құямыз. Айранымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қоспамызға, яғни жүгері көжеміздің үстіне құямыз. Осылайша жақсылап араластырып аламыз. Әркім әртүрлі әдіспен жасайды. Жүгері салсаңыз болады, бидай салсаңыз болады. Жүгеріден жасалатын ашыған көжеміз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет.